Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1992 жылдары орын алған оқиға болатын. Шымкент қаласындағы нөмірі 31 зонаға сол уақыттағы мықты жігіттер Дәу Сабыр, Керім Керімше, Ұлан Брателла деген міне осындай мықты жігіттер қазақ жігіттерінің басын қосып 31 зонаға кіргізіп тұратын. Дәл сол уақытта СССРдің шаңырағы шайқалып, СНГ деген мемлекет болып, зоналар, үлкен мекемелер өз-өздерін қаржыландыра алмай қалған кез еді. Зонада отырған жігіттердің ас ауқаттары нашар болып, өте жағдайлары төмендеп кеткен уақыт еді. Оның үстіне режим деген қатты қысып тұрған. Әсіресе сол кезде Қахар деген режимник, бойы 2 метр, салмағы 130 келі, сондай қарулы зектерді ұрғанда жанын көзіне көрсетіп, кәдімгі аппақ қарда далаға аунатып ұратын. Қып-қызыл қан болып жатқан зектерді өтірік кәсет етіп атсың деп, одан сайын тепкілеп ұратын. Зонада Қахарды көрген зектер, ойбай, жынданған өгіз келе жатыр деп, көзіне түспеуге тырысатын. Қахар шынында өзінен өзі жынданған өгіз секілді аяғымен жерді теккілеп, аузынан ақ көбігі ағып, бірдеңкелерді айтып, қуатын кезі бар еді. Көзі қып-қызыл болып, құтырған иттің көзі секілді қызарып жүретін. Көбіне зектерге зәбір жасайтын осы Қахар еді. Дәл осы кезде, яғни 1992 жылдары, Қайсар Шаго деген жігіт жалындап тұрған уақыты еді. Ол уақытта 07 деген Жигули әркімнің астында болмаушы еді. Қайсар Шагоның шие түстес, яғни вишневый семерка Жигули болатын. Нөмірі 0007 болушы еді. Міне дәл осы Жигулине мініп, Қайсар Шаго 31 зонаға келеді. Ауылдың жігіттерін ұйымдастырып, зонаға бір өгіз сойып алып келіпті. Және шай темекі деген сықылды. Зонаға қажет заттардың бәрін алған. Тура КПП-ның алдына келгенде, КПП-ны күзететін войсковиктер Қайсар Шагоға мына жерден 3 метр ары тұр деп, КПП-ның есігінен ары тұруын талап етеді. Бірақ ешкімнің сөзін басынан асырып көрмеген Қайсар Шаго, демалыңдар деп, беттеріне былш еткізеді. Бұны көтере алмаған войсковиктер, 3 войсковик Шагоға қарай тұра ұмтылады. Қайсар Шаго еркін күрестен спорт шебері еді. Өте физикалық тұрғыда мықты жігіт болатын. Бойы 1,90, салмағы 100 келі еді. Жүгіріп келе берген войсковикті жағасынан шап беріп ұстап, өзіне тартып әкеліп, тобықтың астынан шалып, бұрап лақтырып жібереді. Екіншісін аузынан бір ұрып, тізесінің астынан бір тепкенде, шойталаңдап, орнында тұрып қалады. Үшіншісі Қайсардың жағасына жармаса бергенде, Қайсар Шаго шынтағымен жағынан қойып кеп жіберіп, белге өтіп кетіп, шалқалап тұрып, жерге атып ұрады. Дәл сол уақытта зонадан Қахар КПП-ға келіп қалса керек, далада болып жатқан у-шуды естіп, сыртқа шығады. Қайсар Шагоны көріп, сен не Гераклсың ба деп, ауыр-ауыр сөздер айтады. Қайсар Шаго, жап аузыңды, бугай, мүйізіңді қағып аламын дейді. Бұндайға шыдамаған Қахар Қайсар Шагоға тап береді. Екеуі алыса кетіп, жұлқысып қалғанда, Қайсар Шаго баспенен Қахардың тұмсығынан қойып жібереді. Қан бұрқ ете қалған Қахар көзі аларып, одан сайын жындана түседі. Дәл осы кезде Қайсар Шаго Қайсардың екі қолын сілкіп жіберіп, артқа сәл шегініп барып, ентелеп келе берген Қахарды сол қолымен бір түртіп, оң қолыменен жақтың астынан бір ұрғанда, Қахар теңселіп орнында тұрып қалады. Қайсар Шагоның бала кезінде гимнастикаға қатысқаны бар екен. Өте ловки,
өте гибкий жігіт еді. Вертушка жасап, қаһардың дәл тамағының астынан бір тепкен кезде қаһар кескен терегі құсап жерге бұрқ ете қалады. Қайсар Шагоның достары дереу мына жерден кетіп қал деп Қайсарды сүйреп машинасына отырғызып сол жерден қайтарып жібереді. Сәлден кейін есін жиған қаһар войсковиктерге су алдырып беті қолын жуғаннан соң КПП-ның алдында тұрған жігіттерге келіп, мен мент болсам да еркекпін, заява жазбаймын, бірақ ана жігіт меніменен дұрыстап жекпе-жекке шықсын дейді. Қайсар Шагоның достары іштерінен сезіп тұр, жекпе-жекке шықса Қайсар Шагоның бұны шайнамай жұтатынын, бірақ ментке заявить етпесін деп, болды какой базар, хабарласамыз, айтқаның болады деп жылы жұмсақ жауап тастайды. Бірақ қаһар көпшіліктің наласына қалған, көп адамдарға зәбір шектірген, арада көп ұзамай сол жаға парализовать етіп ауру табады. Жекпе-жек сол күйінде жайында қалады. Қаһарда ендігі жерде байтал тұғын бас қайғы демекші, өз денсаулығыменен алысып кетеді. Қаһар осындай ауруға ұшырады дегенде бүкіл зонадағы зектер әйелдері ұл тапқандай қуанады. Себебі адамға жазықсыздан жазықсыз зәбір берген, не болмаса адамды қақақтан қақақ ұрып соғып мүгедек қылу адамды ұзаққа жібермейді. Қазақ айтқан ғой, қан ұзаққа жібермейді деп. Сол кезде бүкіл зона Қайсар Шагоға зор денсаулық тілеп, қаһарды домалатқаны үшін ырзашылықтарын айтқан еді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші ғой қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қаршыдай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.